Әрдайым жақсылық жасауға тырысыңыз. Сонда бақыт соңыңыздан өзі-ақ жүгіреді. Адамдар қарындаш сияқты. Әрқайсысы өз тағдырының суретін салады. Біреулері сынап қалса, енді біреулері ұшталып, алға қарай ұмтылады. Ерлі-зайыптылар қол мен көз сияқты болу керек. Себебі қол ауырғанда көз жылайды, ал көз жылағанда қол жасын сүртеді. Мол сенім артып, бар ынта жігеріңізбен, шын жүрегіңізбен қалаған нәрсе міндетті түрде орындалады. Әрине, пойыз қайтып келеді, бірақ вокзалда мүлдем басқа адамдар отырады. Өмір ақ пен қарадан тұратын зебра емес, өмір шахмат тақтасы. Барлығы өз жүрісіңізге байланысты. Егер алға жылжымай бір орында тұрып қалсаңыз, онда барлығы мағынасыз кейіпке түседі. Жұмыста да, махаббатта да, өмірде де мән қалмайтынына сене беріңіз. Не нәрсені қолға алудан қорықсаңыз, алдымен сол істен бастаңыз. Көз қорқақ, қол батыр деген нақыл сөзді жадта ұстаған абзал. Естен шығармаңыз. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Не жағдай, қай кезде болу керегі белгіленген. Сол себепті тағдырға сеніңіз. Бәрі өз уақытымен болады. Мәңгілік өмір сүретін адамдай армандап, ертең өліп кететін жандай өмір сүрейік. Ниеті түзу. Көңілі ақ адамдар өзгелердің жамандығын көре бермейді. Өз жаныңыздың жайлылығы үшін күн кешіңіз, ал бәзбіреулердің әңгімесіне басыңызды қатырмасаңыз да болады. Өйткені сіз ешкімге ештеңе қарыз емессіз. Адам ақылды болған сайын өзгелерге өкпелейтін себептері де көбейеді. Бұл өмірдегі ең үлкен бақ, көргенге сүйсініп қарайтын, естігенде ерекше ұйып тыңдайтын, күлгенде шынайы күлетін және әр кездесуді тағатсыз күтетін адамды жолықтыру. Күтпеген жерден өмір өзгеруі кездейсоқтық емес. Ер адам әйел адаммен бәсекелесуі дұрыс емес. Өйткені жеңсе де, жеңілсе де ұят. Ең бастысы сенім. Егер сене білсеңіз, барлығы да жақсы болады. Тіпті өзіңіз ойлағаннан да жақсы болады. Ең қорқыныштысы, сізге бір топ адам тас лақтыру емес, сол топ адам ішінде ескі достарыңызда болуы. Әуелі сөзді емес, істі бағалау керек. Себебі сөз жүзінде бәріміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Кейбір кезде тек күтуіңіз керек. Өйткені ол нәрсенің орындалатын кезі келген жоқ. Өзіңізге қателесуге мүмкіндік беріңіз. Мүмкіндікті жіберіп алсаңыз да, одан алуға болатын өмірлік сабақтарды жібермеңіз. Қателіктер толықтай жетіліп, тұлға болып қалыптасуға көмектеседі. 3 минуттан да аз уақыт алатын жұмысқа тап болсаңыз, бірден орындап тастаңыз. Оны кейінге қалдырмаңыз. Шешімдерді тек қана өзіңіз қабылдаңыз. Өзгелердің жетегінде жүрудің қажеті жоқ. Сіздің күлімсірегеніңізге қарап, бақыттың құшағында жүрген жандар бар. Осыны есіңізге сақтаңыз. Саяхаттаңыз. Жылына 2 рет бұрын соңды барып көрмеген жерлерге барыңыз. Саяхаттардың арқасында өзіңізге не керегін анықтауыңызға болады. Адамдар мен алдамшы сәттерді босата біліңіз. Болған іс болды.
тек оның өтіп кеткендігін қабылдауыңыз қалды. Босатуға қиналсаңыз өзіңізге, бұның мен үшін 5 жылдан кейін маңызы бар ма деген сұрақты қойыңыз. Тұлға болып қалыптасуға тырысыңыз. Өзгелермен емес, тек өзіңізбен ғана жарысыңыз. Сыртқы көрінісіңізге мән беріңіз. Әрдайым жаңа кездесулер мен жаңа жетістіктерге дайын болыңыз. Бүгін кездесуге дайын емеспін. Ертерек айтқаныңызда жақсылап дайындалып келетін ем секілді сөйлемдерді айтпаңыз. Тағдырға өкпелеп назыңызды айтпаңыз. Жай ғана орындалуы тиіс іс-әрекеттерді орындаңыз. Медитация жасап үйреніңіз. Ол босаңсып, ойды жинақтауға көмектеседі. Жоспарыңыз ойыңыздағыдай болмай қалса да, күлімсірей біліңіз. Кейде жоспардың бұзылуының да пайдасы тиеді. Жоқ деп айтып үйреніңіз. Ұсыныстан, бас тартудан қорықпаңыз. Әрбір айтқан сөзіңіздің өзгеге де, өзіңізге де пайдасы тиетіндігіне мән беріңіз. Абай атамыз өсиет еткендей, өсек өтірік мақтан сөзден аулақ болыңыз. Айтарға ештеңеңіз болмаса, жай ғана үндемеңіз. Шешімді қабылдамас бұрын ойланып алыңыз. Маңыздылығына да мән беріңіз. Әр аптаның соңында мына сұрақтарға жауап беріңіз. Өткен аптада не үйрендім? Қандай жетістікке жеттім? Осы апта өткізген сәттерімнің ең бағалысы қайсысы? Уақытымның бос кеткен сәттері болды ма? Тәуелсіз бола біліңіз. Бақытыңыз тек қана өзіңіздің қолыңызда. Өзіңізді де, өзгелерді де сыйлай біліңіз. Адам өзі таңдайды. Өзіңізге қатысы жоқ істерге араласпаңыз. Өзгенің өміріне сөзіңізбен де кіріспеңіз. Өзіңіз көмектесе алмайтын істерге уайымдаудың қажеті жоқ. Таза ауада күнде жүріңіз, серуендеңіз. Ауа райы мен көңіл күйге тәуелсіз болсын. Армандар мен идеяларға сеніңіз. Олардың кейбіреуі орындалып қойғанда шығар. Әр адамның бойында бұғып жатқан талант болады. Оны оятуды ұмытпаңыз. Сөзіңізбен іс-әрекеттеріңізге 100% жауап беріңіз. Сөздеріңіздің алапат күші бар. Адал болыңыз. Адамдарға өзіңіздің таңдауларыңызға адалдық танытыңыз. Адалдық туа біткен қасиет емес, бар болғаны шешім. Біреуге ашуланып тұрсаңыз, жауап қайтармас бұрын жоқ дегенде 24 сағат күтіңіз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Ол біреу-ақ. Алдағы жоспарларыңызды орындауға ол міндетті түрде қажет. Медитация мен спорттың көмегі зор. Оны тексеріп көріңіз. Жан дүниеңізді тыныштыққа бөлеңіз. Адамның шынайы болмысы жүрегінде жатыр. Өткенді өтті деп қабылдаңыз. Енді ол жоқ және қайтып келмейді. Орнына сабақ алып, ілгері жылжыңыз. Басымдылығыңызды танытыңыз. Әр нәрсенің өз орны бар. Қорқыныштарыңызды жеңе біліңіз. Қорқыныш дегеніміз жай ғана жасандылық. Ешқашан берілмеңіз. Батылдық пен табандылық үлкен жетістіктерге жеткізеді.